Құрметті бауырлар, тағы да енді ақыры дем салу мәселесін қозғап кеттік. Тағы бір мәселе бар екен, ұмытып қалдым. Маған жақында бір кісілер өтініш қылып жатыр. Ареке дейді, осында бір келініміз бар дейді, қайта-қайта кетіп қала береді дейді. Соны оқып берші, кетпейтін қылып байлап қойшы дейді. Сондай кісілерге айтатыным, біріншіден енді бұл күлкілі жағдай болғанменен, екінші жағдай бұл жақсы емес жағдай. Бір адамды дұғаменен байлап ұстауға болады. Жақсы көргізіп, оны көзім көрген қаншауларын, бірақ ол адам ауру болып қалады. Бас ауру болады, өз-өзін танымайтын болып қалады барған сайын, сосын ортада жек көру сезімі пайда бола бастайды. Ол дұғаны қайта-қайта жаңартып тұруға тура келеді. Сонан соң менің тағы бір байқағаным, бауыр ауруы пайда болады. Осының кесірінен рак аурулары да пайда болады. Бұл дұға деген нәрсе адамды жақсылыққа алып бармайды. Оны дұғаны жасаған адамда, жасатқан адамда Алланың мейірімінен шеттеледі. Яғни дұғасы қабыл болмайды, оқыған намазы қабыл болмайды. Құдай біледі, егер жан тапсыратын болса, кәлима айтуы да өте ауыр болады. Алла тағала бұйыртса айтады, бұйырмаса кәлиманы айтпай да дүниеден өтіп кетеді. Оның жауабы арғы дүниеде де болады. Адамды дұғалау сиқыр деп саналады. Шариғатымызда сиқыр өте қатты тыйым салған. Онымен айналысқандар Аллаға серік қосушылар деп жазаға лайықты болып саналады. Және бұл адам өміріне де, Алланың жолына да қиянат болып саналады. Құрметті бауырлар, ысытпа, суық қылу, жаңағыдай бір екі адамды жақсы көргізу, екі адамды ажыратып тастау, бұның барлығы дұға сиқыр деп аталады. Және бұл сиқыр шариғатымызда тыйым салынған. Онымен айналыспаңыздар. Одан гөрі адал жолдары бар. Келін кетіп қала берсе, ата-анасымен жақсылап отырып сөйлесу керек. Оның бәрін нақты біліп шешіп алу керек. Бір. Екіншіден, жаңадан үйленіп атқан азаматтарға айтатыным. Үйге келіншегіңіз келді ма, бір ауыз айтыңыз. Кеттің ба, қайттан кете беретін боласын деп. Сондықтан мәселені ортада бірге шешейік деп, көп мәселені ашық түрде нақты шешіп алыңыз. Бір кетуді үйренген адам кете береді. Бұл өмірден алынған өте көп үлкен кісілердің тәжірибелері. Сондықтан айтатыным, әйеліңіз үйіне кетіп қала бере ма, қылтың-жылтыңмен, енді соны өмір бақи көтересіз. Өмір бақи жылт ете қалса болды, кете береді. Кете береді, кете береді. Тек бір нәрсе тоқтататын шығар, төркіннің бәрі таусылып қалса, оны қабылдамайтын адамдар үйінде пайда болса, сосын амал жоқ көне бастайтын болады. Бірақ енді ол кететін әйел сізге қарсы шабуылға шығады. Содан кейін сіз үйден кететін боласыз. Бұл жақсы емес. Отбасының мәселесі олай шешілмейді, құрметті бауырлар. Отбасы сізге қымбат па? Сізді мазалаған барлық нәрселерді нақты айтып, нақты түбегейлі ортада шешу керек. Жоғарда естеріңізде болса, мен көп айтып жүремін. Отбасының арасындағы жанжал, барлық нәрсе тілді тыюдан басталады. Тілді тыйылады. Екіншіден, тақырып бойынша ғана сөйленеді. Үшіншіден, ашуды шетке ығыстырып тасталынады. Өйткені ашу ешқашан мәселені шешпейді. Ашуды көрсететін орындар бар. Бір адам шегінен шығып бара жатса, сен шектен шықтың дегенді білдіру үшін ашуды көрсетеді. Сен шектен шығып кеттің, мен соған ашулымын деген мағынаны ғана білдіреді ол. Ол мәселені шешсе, сол жерде тоқтайды. Ол ақылы бар болса, мен мына кісіні ренжіттім, ашуландырдым деп. Ал ашу менен іс жасалынбайды, сөз сөйленілмейді. Бұл жақсы емес. Жақсылық